Саламатсыздар ма? 10-шы сынып оқушылары, біз бүгін 10-шы сыныптың 290-ға арналған номері 1-ші прожива тапсырмаларын орындаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың қанышы бөлімі бойынша жиынтық бағалы тапсырмалары 2 нұсқа қарастырылады. Оқылатын шығарма Медеу Сәрсеке, Қаныш Сәтбаев роман-эссесі Сібір шамшырағында. Бізде 2 тапсырма қарастырылады. Бірінші тапсырма. Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев шығармасының жанрлық ерекшелігін ажыратыңыз дейді. Бізде кесте берілген, яғни осы бойынша ажыратамыз. Шығарманың жанры. Бізде шығарманың жанры бұл бізде ғұмырнамалық, биографиялық роман. Шығарма көрнекті ғалым, академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмірі мен ғылымға қосқан үлесі, зор еңбегін, оның тұлғалық қалыптасуын, ел алдындағы қызметін көркем тілмен баяндаған. Бұл туынды теректі және көркемдік элементтерді шебер ұштастырған тарихи прозалық шығарма. Шығарманың композициясы. Композициясы хронологиялық жүйеде құрылған. Қаныштың балалық шағынан бастап білім жолындағы ізденістері, геолог ретінде қалыптасуы, Қазақстан ғылымының дамуына қосқан үлесі кезең-кезеңмен суреттеледі. Шығарма экспозиция оқиға байланысы, даму шарықтау шегі мен шешім бөліктерінен тұрады. Әр бөлімде Қаныштың адамдық бейнесі мен рухани биіктігі айқындалады. Екінші тапсырма. Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесіндегі Қаныш бейнесін анықтаңыз. Бізде кесте берілген, бұл бізде талдау нысаны және Қаныш Сәтбаев. Талдау нысаны бізде бұл өмірлік мақсат мұраты. Қаныш Сәтбаевтың бас мақсаты туған елінің жер қойнауындағы байлықты зерттеп, Қазақстан ғылымын дамыту, қазақ халқының рухани және ғылыми өркендеуіне үлес қосу. Ол ғылым арқылы елді көркейтуге, халықтың тұрмысын жақсартуға ұмтылады. Кейіпкердің өзі өмір сүрген ортасына көзқарасы, қарым-қатынасы. Қаныш өмір сүрген дәуірдегі қиындықтарға қарамастан өз халқын сүйіп, елінің болашағына сеніммен қарады. Ол заманның қоғамдық саяси жағдайын сыни көзбен қарап, әділдік пен еңбекті жоғары бағалады. Адамдарға құрметпен қарап, өз есімімен елге үлгі бола білді. Келешек туралы пікірі. Қаныш Сәтбаев болашақтың кілті білім мен ғылымда деп сенді. Ол Қазақстанның ғылыми техникалық тұрғыда дамып, өркениетті елдер қатарына қосылатынына нық сенім артты. Ғылымға жастарды тарту, елдің интеллектуалдық әлеуетін арттыру, оның арманы мен өсиеті болды. Үшінші тапсырма. Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесі Сібір шамшырағында бөліміндегі Қаныштың мінез-құлық ерекшелігіне талдау жасаңыз. ойыңызды 4-5 сөйлеммен дәлелдеп жазыңыз. Медеу Сәрсекенің Қаныш Сәтбаев роман-эссесіндегі Сібір шамшырағы бөлімінде Қаныштың мінез-құлық ерекшелігі, табандылық, ізденімпаздық, қайсарлық қасиеттері арқылы көрінеді. Қиын жағдайда жүріп, білімге деген құштарлығын жоғалтпай, ғылымға адалдық танытады. Ол әр істі үлкен жауапкершілікпен атқарып, өзіне және өзгелерге биік талап қоя білді. Қаныштың қарапайымдылығы мен адамгершілігі оның айналасындағы адамдар құрметіне бөлейді. Бұл бөлімде оның ғылымға деген сүйіспеншілігі мен отансүйгіш рухы айқын сезіледі. Достар, осымен біздің бірінші тапсырмамыз аяқталды. 3 тапсырма берілген, барлығын дұрыс жауап берсеңіздер, балдық 10 балл беріледі. Назар қойып тыңдарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.